құрметті ағайын, қадірлі құрметті отырғандар, біріншіден мінекей біздің елде болып жатқан қос тойымыз құтты болсын ағайын. Құрметті Мұхтар аға, сізді 80 жасқа толған мерейлі туған күнімен және Қазақстанның еңбек ері атағыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Халқымыз сізді егемендігіміздің тарихи кезеңінде қазақ елінің кемел келешегі үшін күш жігерін аямай қызмет еткен көрнекті мемлекет қайраткері, қазақ әдебиетінде өзінің орны бар танымал тұлға, атақты ақын, композитор, ұлы жазушы ретінде айрықша құрмет тұтады. Сырдария, Бақыт, тағы басқа өлеңдеріңіз, шығармашылық еңбектеріңіз, Жұбайлар жыры, туған кешінде, гүл дәурен, мен саған ғашық едім атты әндеріңіз, сонымен қатар әйгілі композитор Шамша Қалдаяқовтың сізден бірлесіп жазған әндеріңіз елге кеңінен танымал. Арыс жағасында ақ бандит, қуаныш вальсы, Ақсудан шыққан аққуым. Осы Ақсудан шыққан аққуым әні, қадірлі құрметті ағайын, 1968 жылы 16 апрельде Лиштемский 23 общежитиеде таңертең 7-ден 20 минут өткенде Шәмші ағамыз бен Мұхтар ағамыз келіп тұр. Астынан жаңағы дежурный мені 5-ші этажда тұрам, шақырып жатыр деді. Келдім, келсем Шәмші ағамыз бен Мұхтар ағамыз сол үлкен мінекей Төле би ауданына келіп, біз Ақсудан шыққан аққуым әнін шығардық, сен соны орындау керек дейді. Ал енді сол күні бізде военный кафедра сабағы бар еді. Содан кейін мен таңертең ерте біздің деканымыз Марат Раманқұловқа звондап үйіне рұқсат алып, сөйтіп Шәмші ағамызбенен, Мұхтар ағамызбен бірге Некрасова 3 радиовещанияға соған барып, осы Ақсудан шыққан аққуым әнін жаздық. Енді 10:30-ға дейін уже мен жазып дайындап қалдым. Бір уақытта біз қазір келеміз деді екі ағамыз. Бірақ біраздан кейін содан екілен өткенде келіп тұр, біз дайынбыз деп. Ал енді шапалақ осы жерде. Ал енді сол 1968 жылы жазылған ән 1975 жылға дейін аптасына 2 рет радиовещаниядан беріп тұрды. Ал енді соның бірінші орындаушы ретінде, ал одан кейін оның да бір тарихын жақсы білесіздер. Ақсудан шыққан аққуым әні, сол енді жалғыз ол ән емес, ағамыздың шығарған әндерін көбін орындадық. Ал енді өмірі өзен, арқалықты ақ таңы сүймегендер сағынбайды сынды әндер елдің жүрегінде мәңгі ұялады. Шамшы Қалдаяқов 30 жылда ажырмас дос, ордай болып кеткен шынайы адал достарымыз өскелең ұрпаққа үлгі. Сондай-ақ ешқашан өшпейтін қос бәйтерек достығы туралы да айтып өткім келеді. 1968 жылы жылдан басталған Шыңғыс Айтбатов пен достығымыз ұлылықты бағалаған ерекше құбылыс болды. Қос бауырлас халықтың достығы, тұлғалардың достығынан байқалды. Ақын мен жазушы болып бірігіп, ғасыр айрығындағы сырласу, құз басындағы аңшының зары атты кітап, Сократты еске алу түні атты пьеса жаздыңыздар. Бұл туындылар әлемнің 12-13 тілінде аударылған қалың жұртшылық жақсы біледі. Қазақстан Ленин комсомол сыйлығының лауреаты, Қазақстан жазушылар одағы басқармасының хатшысы, Республикалық жаңа журналының бас редакторы, КСРО халық депутаты, КСРО жоғары кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республиканың парламенті мәжілісінің депутаты, Қазақстан Республиканың Қырғыз Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі қызметтері үлкен абыроймен атқардыңыз. Ел сенімнің биік мінбері саналатын парламентке салмақты ой, салиқалы пікір айтып, ұзақ жылдар бойы жемісті қызмет етуіңіздің өзі халқымыздың өзіңізге деген үлкен сенім мен ықылас ниетінің нәтижесі екені анық. Сарабдал саясатшы, маңдайында мәдениет танушы, кәсіп көсемпаз шебері ретіндегі ерен еңбегіңіз еленіп, президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жоғары дәрежелі ерекшелік белгісіменен Қазақстан еңбек ері атағын Ұлытау төрінде марапатталдыңыз. Шапалақ үшінші. Сізді
әр қазақтың баласы көркем сөздің көш басында тұрған көсемі, көпшіліктің көкейіндегісін көсілтіп жеткірер шешені, азаматтардың арқа тұтан ақылшысы ретінде мақтан етеді. Алдағы уақытта ел мәдениетінің дамуы мен руханияттың өркендеуі жолындағы еңбегіңіздің табысты болуына тілектестігімді білдіремін. Өзіңізге мықты денсаулық, отбасыңызға амандық, құт береке тілеймін. Мұхтар аға, бүгін 80 жасқа толған торқалы тойыңызға, иығыңызға шапан, астыңызға темір ат, сонымен бірге ортамызда отырған жеңгеміз Қаншайымды шақырып, жеңге кәнігі мұнда келсеңіз, осы жаңа мына біздің Хабиба досымның айтқанына мен де өте куә ретінде айтқым келеді. Сонша қиыншылықтан ағамызды осындай жасқа аман есен алып келген жеңгемізге рахмет. Одан кейін шапанды беріп берсем, сіз жұрттың бәрін таратып алсыз, жеңгем шақыртпай едіп атқам соғылдан. Жұрт темірат қақта кетіп сұрамаңыздар, темірат қалтасына кетті ағамыздың. Шапалауын қойыңыздар. Осындай ағаларымыз көп болсын. Ендеше Мұхтар ағамыздың әндері керемет қой. Қанша әнді әрлеп, өлеңмен әрлеп. Қазақ поэзиясына да, ән өнеріне де, алтын қорына да үлес қосқан. Ендеше Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың «Өмір өзен» әнін Әбілдахан Олжалғас қызымыздың орындауында. Қуаныш ағамыз шақырамыз дейді, Қуаныш аға. Айтаханов деп айқайлап отыр ағамыз. Келіңізші, Қуаныш аға. Қуаныш Айтаханов, қоғам қайраткері, кәнекей. Шақыраға шақырады. Бүгін Мұхтар ағамыз мәрттік жасап жатыр міне. Өз елінен алған шапан өз еліне қайтарып атқан жағдайы бар. Шапаланып қойды. Әзілдеп айтып едім орынбас, әзілдеп айтып едім. Ағамыз әзілді шынайы қабылдап жатыр енді. Қатты әзілдеуге болмайды екен. Шапсынма.